табиғат тылсым дүние. Ол бізді өзіне баурап алады. Табиғат өте әдемі. Табиғаттың көркіне қосылмайды. Табиғат жер ана біздің тіршілік көзіміз. Оның әрбір құбылысы, өзгерісі, әсері адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Табиғат адамның өмірінде байланысқан. Геологтарым, тезірек шешім қабылдайық. Осы жердің асты толған мұнай мен көмір. Бәрін қазып алып сату керек. Уақыт, ақша. Сабыр етіңіз. Бұл жерде мұнай көп. Бірақ біз оның барлығын осындай қарқынмен қаза берсек, жердің астында ештеңе қалмайды. Бұл миллиондаған жылдар бойы жиналған сарқылатын ресурстар. Сарқылса қайтеді екен, қазір пайда тапсақ болды емес пе? Сіздерге сұрақ қойсам бола ма? Егер сіздер қазіргі бүкіл мұнайды, газды, көмірді қолдансаңыздар, ертең есейгенде біз не істейміз? Біздің ұшақтар, машина жасауға не қалады? Міне, мәселе осында. Пайдалы қазбалар қалпына келмейтін байлық. Мұнайдың бір тоннасы түзелу үшін миллиондаған жылдар қажет. Мен сендерге бар байлығымды бердім. Жылу үшін көмір, жарық үшін мұнай, құрылыс үшін кен бердім. Бірақ менің де шыдамның шегі бар. Сендерден алсақ дейсіңдер, бірақ оның мүмкіндігін ойламайсыңдар. Сонда біз не істеуіміз керек? Өндірісті тоқтату мүмкін емес қой. Мен сендерге балалар жолды түсіндім. Күннің нұры, желдің күші, судың ағысы, бұлар ешқашан таусылмайтын қазына. Демек, жасыл технология көшуіміз керек екен ғой. Күн панельдерін орнатып, жерден қуат алсақ, жер асты байлықтарымызды болашаққа сақтай аламыз. Дұрыс айтасың. Біз қазба байлықтарды үнемдеп, шикізатты қайта өңдеуді үйренуіміз қажет. Мен түсіндім. Тек бүгінгі пайданы емес, болашақ ұрпақтың несібесінде ойлауы керек екен. Бұдан былай экологиялық таза жобаларға инвестиция саламыз. Сендер мені аясыңдар, мен сендерді аялаймын. Табиғат бұл мұра емес, бұл болашақтан алған аманат. Еліміздің жерінің көлемі, табиғат байлықтары орасан зор. Олар халық қажетін қанағаттандыру, әрі шаруашылықты дамыту үшін қажеттінің бәрін береді. Еліміздің қазыналы байлығын сақтап, дұрыс пайдалануға